Адина, тұрсаңшы, түс болды ғой, ұйықтай бересің ба? Ой, не болды? Сағаттың неше болған білесің ба өзі? Мектепке бармайсың ба сонда сен? Білмеймін. Ұйықтай. Адина! Ой, не? Ой, нең бар менде? Тоқташ, сосын сен кеше қайда болдың, а? Конечно, ұйқың қанбайды. Кешкі 10-да келсең түнде. Той, нең бар енді, мен өз жұмыстарымен жүріп қалдым сол. Қандай жұмыстар? Қандай жұмыс жасайсың сен? Нең бар сенің? Нең бар? Баршы сен. Сен менің мамамсың ба? Әкемсің ба? Енді өтсемін, әкем саған қарамайды. Сол үшін мен қараймын емес па? Әкем қарайды вообще-то. Қарай ма? Әке, мында келші, пожалуйста. Я, соны айтып тұрмын ғой, бағанадан бері ұқпайсыңдар ғой. Әке, ау. Не болды? Әке, мен сенің ақшаңнан 10 000 теңге алайын, я? Я, ала бер. Әке, мен мындайды сатып жіберейін, я? Иә, сата берші сол. Аха. Алло. Я, жақсы. Я, сол. Не болды ал? Ештеңе деген жоқпын? Жақсы, я, мен кеттім. Көрдің ба? Бәрібір оған. Бұнда бар да киімді ауыстыр. Бол тез сабақ қоямыз. Көре алмайсың ше сен мен. Кетші бар. Өзім барам сабаққа. Бармасаң барма. Керемет ұйықтап оттың ба? Қой болды. Керемет ұйықтап атып едім ғой. Өтте жақсы түс көріп атыр. Жарайды болды. Мектепке барайық қызға. Ана қызды қарашы, не істеп отыр енді. Таңертең ғана осымен барып алысып келдім бар ғой. Тыңдамайды ғой сөзді. Не істеп отырсың қасқа? А? Ой, не болды сонша? Той, не істеп отырсың, кішкене айтсайшы. Тасташы мына бәлені. 90-шы ғасырдың сатын ұстап алған несі? Не мынау? Қай заманнан келгенсің қасқа? Нең бар? Сигнал ұстамай жатшы. Кетші бар. Сен келдің ба просто? В смысле? Қыздар болып қойындаршы. Жүрші. Тыңдамайды ол. Мусоркасыз. Сол ғой. Дух есеп жүрмейсің ба хотя бы? Или соған да ақшаң жетпей ма? Бай емессің ба? Құдай. Нелерің бар менде? Өздерің жүре бермейсіңдер ма? Ұнайды ғой өздерің осы істерің. Привет. Ой, я, привет. Мен сені андай бай деп естідім. А? То есть сенің әпкеңді бай деп. Ол анандай күшті ғой. Я, күшті. Енді екеуміз бір үйде тұрамыз ғой. Я, әпкең болған күшті шығар, я. Я, өте керемет. Жалпы былай ғой. Ол андай өте бай сосын тисе береді, андай сіздерге ше. Енді сондай ғой, еще қасында подругасымен бірге. Я, гүлім, наверное, атты. Сол семен енді дос болуға келдім. Жалғыз жүресің үнемі, не үшін? Енді не істеймін басқа? Просто маған ұнайды бұлай жүрген. Неге достарым болғаны күшті емес па? Менде жаңадан келгеннен менде подруга жоқ әзірге. Семен дос болсам бола ма? Көр енді. Қазір маған біреу звондап жатыр, мен барып келейінші. Күтем ғой. Срочно ма не? Мен мектептемін ғой. Жарайды, қазір барам. Класс, мен тыңдаңдар, бір нәрсе айтам. Былай ғой, менің мамам жақында жағалауға сендерге бір енді сауық кеш па, сондай не ұйымдастырады. Соған келіңдер, жарай ма? Сол, бәрін сияқты күтем, если что. Ертең кешкі бір 7-де ма, 6-да ма келесіңдер ғой. Сол, міндетсінбей сөйлеші енді сон. Өздерін біліңдер әнді. Келіңдер бірақ, подарктар болады келгендерге. Ну, я,
Давайте барамыз. Я бармай қайда барамыз? Десің ғой, Әлидің ата-анасы слишком бай. Я, сол үшін біз оларға бара аламыз. И кайф, от души қыдырамыз сонда. Сен әкең рұқсат бере ма? Ойығын бәрібір ғой. Енді сұранып көремін. Так, жиналыс. Тыныш отырыңдар. Бастаймыз жиналысты. Бұлай, жалпы срочно шақырғам, қазір итак өздеріңнің істерің бар. Мен сіз айтып тастайын. В общем, негізі бізде көбінесе бұндай жиналыстар болмайды. И бізге мына тәтені табу керек. Так, наверное, бұны мен алдында базардан көріп қалдым ғой деймін. В общем, осы кісі туралы ақпарат іздейсіңдер. Бәрің осы кісіні тауып, барынша лабораториясын құртуымыз керек. Ол балаларды ұрлап, соларға эксперимент жасайды. Әртүрлі вирустарды таратады. Наверное, бұл Әлидің мамасы емес па осы. Так, сомен былай жалпы. Осы тәтені тауып алып келесіңдер. Если көмек керек болып жатса, бізге айтасыңдар. Ұқтыңдар ма? Жақсы. Енді былай. Бұл көбінесе банкте жүреді. Өйткені ол жерде әрине ақша көп. Және ол жақта тонаушылықтарын осы жерде асырады бәрін. Сол үшін де банкты көбіміз бақылаймыз. Так, сомен бәрілеріңе түсінікті ғой. Онда жиналыс аяқталды. Все. Ары қарай өз жұмыстарыңа бара беріңдер. Ой, ағай, кешіріңіз, кірсем бола ма? Так, қайда жүрсің, Адина? Кел, кір. Тез отыр. Қайда жүрсің? Фу, үстіңнен бір түрлі іш шығып тұр. Реально прям как будто бір мусоркадан келген сияқтысың. Ай, құдай, нелерің бар менде? Қойыңдаршы, өзім білетін шығарым. Түспесеңдер оған. Сен сөйлеме қойшы. Сонымен ертең баратын болдың ба? Я, конечно. Мен де барам, так что. Әли, неше адам болып барасыңдар? Мен жалпы өзіммен бірге сол 4 адам болып барайық деп жатырмыз, өзімізден қосқанда. Қалғандарың енді арттан келем десеңдер, давайте, бірақ 4-те болып келеміз. Мен дағы да шөңгеңдер. Сені дағы да кім бармақшы енді? Мен Дастан, кім өздерің білдер. Мен барам, и потом барып, Аягөз барады. Ладно. Қайда барайын деп жатсыңдар? Сенің шаруаң емес. Сенің өз жұмыстарың бар еді ғой, солармен айналысып жүре бер. Ей, бол, тыныш балалар. Сабақты ұтқандарыңды ұмытып кетесіңдер ғой дейміз. Так, сомен бастаймыз сабағымызды. Не болайын деп жатыр? Ой, мына Әлидің мамасы ма сол жағал жайға не жасаған ғой? Бір неше сауық кеші соны бізге келсін деп жатыр. Әлидің мамасы ма? Иә. Онда неше адам болып барады? Ну енді бізді шақырмайды ғой, білесің ғой. Барғанымызбен біріміздің миымызды жейді ғой. Бізге шақырту бермеді, сосын жарайды деп бармай қояйын дедім. Ал мен барам. Қалай барасың? Ну енді менің егізім бар ғой. Мадина ма ол? Мен келсем алған. Мен оны сұрамаймын, ол келсесің ба, келіспейсің ба деп. Қалай сонда? Сен оған бассы айтып қоймаш. Жарайды, айтпайым. Короче, мама, мен бәрін шешіп қойдым. Ертең сен сұраған 3 бала дайын. Келеді ғой әйтеуір. Екеуі де келмей қалып жүрмес. Келеді, бәрі келеді. Уайымдамаш. Бәрі жақсы. Тыныш өтеді. Зато. Соларды қайда апару керек екенін білесің ба? Иә, білем. Ұсталып қамайық енді. Давайте. Шешіп қой осы проблема. Давай, кеттім. Қалай ана дискотекаға барсам болады? Привет, Мадина. Ту күнне көріп жүріп қой, не болсын, жайғысынан амандасып. Жай, сұрайын деген ғой. Енді жалпы бұрында араласпадық, кішкене араласып тұрайық та. Есің дұрыс па? Біз бұрыннан араласпаймыз ғой, білесің ғой. Қырылып қаламыз біз аралассақ. Ой, енді кішкене сөйлесу керек қой, не дегенмен. Айтпақшы, ана дискотека, сауық кеші туралы айтсай жағалаудағы.
ой, Әлидің мамасы жасайтын ба? Бәсе, не аяқ астынан сөйлесіп қалып дейін десем. Өстейсің ғой сен. Керек кезде ғана өстіп айтып қаласың ғой. Ой, не болды сонша, просто сұрап жатырмын. Бармайсың сен оған. Шақырған жоқ сені. Шақырса шал. Шақырмайды сен, не істейді ол жерде сен? Сендей уродтар керек емес қой, білсің ғой. Келмей ақ қойшы, бүкіл позорын шашасың. Бопты онда. Сол, отыр сол жерде.